Қайырлы күн, достар! Сіздермен Жібек. Бүгін мен сіздерге осылай компост жабудың рецептін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Осылай банкаларымызды алып, жақсылап жуып, шайып, оны осылай күнге қаратып, төңкеріп қойып қоямыз. Мен бұл компост жабар кезде 2 және де 3 литрлік банкілерді қолдандым. Енді шиелерімізді, бізге осындай шие қажет болады. Шиені жақсылап суға жақсылап жуып, оны бөлек ыдысымызға осылай саламыз. Шиелерді тазалап жуу қажет, сол себептеден 2 қайтара жуыңыздар. Шиелердің барлығы тазалап жуылынып бітті. Енді қазанымызға су құямыз. Одан кейін су құйып болған соң, от салып, қазанымыздың ішіндегі суды жақсылап қайнатамыз. Енді банкаларды стерилизовать етеміз. Шайнектің қақпағын алып, оның ішіне жақсылап кішкене су құйып, оны жақсылап қайнатамыз. Қайнаған соң банкамыздың аузын осылай төңкеріп қойып, шамамен 2-3 минуттай уақыт ұстайтын боламыз. Дәл солай қалған банкілердің барлығын стерилизовать етеміз. Және де қақпақтарды стерилизовать етеміз. Суды жақсылап қайнатып, одан кейін қақпақтарымызды салып, оны да шамамен 3 минуттай, 2-3 минуттай уақыт ұстаймыз. Сонымен қалған банкілеріміздің барлығын дәл осылай стерилизовать етіп жасап шығамыз. Енді банкілердің барлығын стерилизовать еткен соң, оның үстіне осылай жаңағы жуылған шиелеріміздің барлығын саламыз. Шиелерімізді салып болған соң, енді алмаларымызды да жуамыз. Алмаларды да дәл осы шиелердің үстінен қосатын боламыз. Бірақ алманы қосу міндетті емес, бірақ біз өзіміз алманы қосамыз бұрыннан, сол алмамен одан сайын дәмді бола түседі. Алманы қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Алмаларды осылай жақсылап 2-3 бөлікке бөліп, жуып, банкілеріміздің шиелердің үстінен салатын боламыз. Міне осылай саламыз. Барлық банкаларымызға осылай алмаларды салып шығамыз. Алманың орнына сіздер өрікті де салсаңыздар болады, немесе алма да қоссаңыздар болады. Барлығымен бұл одан сайын дәмді бола түседі. Енді бағанағы біздің суымыз қайнады. Судың үстіне, осы қайнаған судың үстіне біз қантымызды қосамыз. Қант қосып болған соң қайтадан қайнатамыз. Су ыстықтай қайнауы қажет. Қанттың қанша мөлшерде қосатын барлығын мен описанияға жаза кетемін. Сол описаниядан оқысаңыздар болады. Енді банкалардың барлығын мен осылай дайындап қойдым. Енді бағанаға қайнаған біз сиропымызды, су мен қантты жақсылап қайнатқан соң, оны ыстықтай шиемен осы алманың бетіне қарай құямыз. Ыстықтай құйыңыздар. Ол суып қалмауы қажет, сол мезетте құю керек. Барлығын құйып болған соң, суды осы банканың бетіне шейін толтырасыздар. Мен бұл жерде қазір астына описанияға қанша шие қосқанымды, қанша алма, және де қанша литр су, қант барлығын жазып кетемін. Сол жерден оқып көрсеңіздер де болады. Және де жасалуын да жазып кетемін. Қанша уақыт ұстайтынын барлығын жазамын. Енді барлық судың барлығын құйып болған соң, барлық банкаларымызға осылай толтырамыз. Міне одан кейін осылай біздің шиеміздің түсі шығады сиропымызға. Енді банкілердің барлығын осылай закрывалкамен жақсылап жауып аламыз. Барлық банкалардың крышкасын осылай закрывалкамен жабамыз. Сонымен біздің компот дайын. Компотты енді сіздер салқын жерде ұстаңыздар. Жылы жерде емес, салқын жерде ұстау қажет. Компот өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына мен сенімдімін. Осы компотты дәл осы менің жасайтыныммен жасасаңыздар болады. Мен бұл компотты өзім жалғыз жасаған жоқпын, анамның көмегімен жасадым.